Гедонизм мен эгоизмнің айырмашылығы бар ма? Әрине бар. Қандай? Гедонизм деген байлыққа, билікке, рахатқа тоймау. Оның түпкі себебі не дегенде мидағы дофаминнің бөлінуі. Сондықтан адамда санасы жоқ, сана бар деп айтамыз ғой. Бірақ біз бұны арқалап кете алмайтынымызды білсек те, әкенің байлығы балаға байлық болмайтынын білсек те, дүниені жинай береміз. Наркоман деген анан бір неткеннен кейін дофамин бөлінеді, ол тоқтай алмайды. Биліктің наркоманы, атақтың наркоманы болады. Ал эгоизм деген қара басының қамын ғана ойлау. Эго. Менің да қалғаны күл болмаса біл болсын деген. Эго деген адамның өзінің, мысалы, нарцисс деген ұғым бар ғой. Өзін жақсы көру. Эгоизм деген қара басының қамын ғана ойлайтын адам. Қазіргі қоғам гедонистік қоғамға айналды ма? Тура гедонистік қоғам. Бүкіл қоғам. Жағдайына қарамай. Жағдайына. Студент жүр, бірақ қолында iPhone қарыз алған. Қазір сол студентке бір кездегі мен айттым ғой, жатақханаға зар болып жүрген. Сол студентке қазір коттедж алып астына $100,000 көлігін берсең, ол бір апта, 2 апта бақытты болып жүреді да, содан кейін ол одан да гөрі көбейтсем деп армандайды. Өйткені ол сол ортаға түседі, сондай ортаға солмен айналыса бастайды, содан кейін одан да асып түссем деп ойлайды. Сонда қазіргі жастарға мына әлеуметтік желілер гедонизмді күшейте ме? Өте, әрине. Әлеуметтік желі ең бірінші гедонизмді күшейтетін нәрсе. Өйткені адамның марапат жүйесі бар ғой, сыйлық алу. Біреудің алдында жақсы болып көргің келеді, біреуден алда тұрғың келеді. Бұл енді жаратылыс тіршіліктің кез келген хайуан. Соған Абай атамыз айтады ғой. Адам баласынан ақыл, білім, мінезбен ғана артылады. Басқа нәрсемен артылам деп барып тұрған ақымақ дейді. Басында бүйтіп айтады, 10-шы қара сөзінде. Адам баласы жыртықсыз, таза киім киіп жүргені дұрыс дейді. Бірақ және ол киімді былғамай, былжыратпай, жақсы киінгені дұрыс дейді. Бірақ дейді, осы киген киімін тым айналдырып, осы киген киімнің арқасында өзінің қатарынан алды боп, өзінен алдағыларға елеулі боп, өзінен кейінгілерге шіркін-ай, осының киімінде киім мініп, осының атындай ат мінген жігітте не арман бар дегенді ойландырмақ дейді. Егер адам бұны бір ойласа, қайтып адам болуы қиын істейді. Өйткені адам соған бір кірді ме, осылай болам деген, ода тоқтау болмайды ешқашан.